Саламатсыздар ма? Бізде енді прием на работу істегеннен кейін бізде 1С настройкасына қажетті біз нені материально ответственное лицо толтыру керек. Мына жерде предприятиеда ответственное лицо организация деген бар. Бұл бізде главный бухгалтер және директор, заведующий дегендерді көрсету үшін 1Стегі барлық құжаттарды шығарған кезде, платежка жасаған кезде автоматты түрде аты жөндер шығу үшін осы құжатты толтыруымыз қажет. Бұл бізде создайтты басамыз. Жылдың басынан бастап қоямыз. Структурный единица ол бізде организация болады. Организация балапан. Ответственное лицо руководитель. Сосын физлицо біз жаңағы руководительді таңдаймыз. Ол бізде заведующий Жолдыбаева Сания. Жолдыбаева Сания дейміз. Должности бізде заведующий. Осыны таңдап, записать, закрыть етеміз. Вот руководитель болу керек. Осыны копировать етіп аламыз. Руководитель және руководитель уполномоченный подписывать счета фактуры за руководителя деген бар. Осы екеуіне Жолдыбаева заведующий қалады. Записать, закрыть етеміз. Директор үшін осы екеуі толтырылу керек. Ал главный бухгалтер үшін 3 рет толтырылу керек. Создать 010124. Структурная единица организация. Балапан. Ответственное лицо главный бухгалтер. Физлицо бізде бухгалтер Самиғолла Самиға. Аха, осыны таңдаймыз. Самиғолла Самиға. Должность бухгалтер. Записать, закрыть. Вот осыны копировать етіп аламыз. Копировать. Ответственное лицоға главный бухгалтер және главный бухгалтер для подписи банковских документов таңдаймыз. Записать, закрыть етеміз. Тағы да скопировать етіп аламыз. Мына жерге уполномоченный подписывать счета фактуру за главного бухгалтера деген таңдаймыз. Записать, закрыть. Вот осылайша біз жасап алуымыз керек. Ответственное лицо организации. Главный бухгалтер үшін 3 рет для подписи банковский главный бухгалтер и уполномоченный счет фактуры. А директор үшін 2 рет уполномоченный счета руководителя и руководитель. Міндетті түрде осыны жасап қойыңыздар. Бұл ертең платежкадан шит файлы шығаруға да бұл әсер етеді. Егер бұл толтырылмаса шит файл шықпай да қалады. Және де платежка, поступление тыйым заслуг, отчеты, расчетный ведомость шығарған кезде осы кімде қандай данный тұр, сол автомат түрде шығатын болады. Главный бухгалтер деген жерге мына кісінің аты жөні шығатын болады. Директор, руководитель деген жерге мына кісінің аты жөні шығатын болады. Және де бухгалтер ауысқан жағдайда, директор ауысқан жағдайда қай уақытта ауысып жатыр, сол кісіге де уже екінші рет создавать етіп, датасын өзгертіп, қай уақыттан бастап мекеме сол кісінің физлицосын создавать еткеннен кейін сол кісінің физлицосын жаңағыда директор болса руководитель, должность деп соны қою керек. Құжаттарына бәріне шығу үшін бухгалтер жаңағыдай руководитель ауысқаннан кейін. Жақсы, рахмет, сау болыңыздар.